Ассаляму алейкум. Бүгін біз сіздермен принц салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің видеомды қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Салатымызға суда піскен ет, тұздалған қияр, ірімшік, грецкий орех, жұмыртқа және майонез. Майонезге мен сарымсақ қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Енді салатымызды дайындауға кірісейік. Ең бірінші етімізге майонезімізді жағамыз. Етімізді 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Етімізден кейін ірімшігімізді аламыз. Ірімшігімізді кішкентай чөркіде өткізіп аламыз. Содан кейін майонезімізді жағамыз. Ірімшігімізден кейін тұздалған қиярымызды аламыз. Тұздалған қиярды мен кубик қылып тоже кестім. Содан кейін майонезімізді жағамыз. Қиярымыздан кейін жұмыртқамыз саламыз. Жұмыртқамызда кішкентай төркіден өткізіп аламыз. Одан кейін майонезімізді жағамыз. Мен салаттарды осылай шағын қылып жасаймын, себебі менің отбасым аз адамнан құралғандықтан. Сіздер құрамын көбейтіп жасасаңыздар болады. Жұмыртқамыздан кейін грецкий орехімізді саламыз. Мен грецкий орехті майсыз табада қуырып алдым және блендерде ұсақтап алған болатынмын. Кольцомызды жайлап осылай алып аламыз. Салатымыздың дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум.